Қыздар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде мынандай сұрақ келіп жетті. Бізден ою алған екен. Сосын ол ою үйде жатқанда, оның паутинкаларын осылай балалары жылып тастаған. Міне. Оюдың паутинкасы жоқ, короче. Жылып тастаған. Сондықтан ол кісі дұрыс қолдана алмай жатыр екен да оюларын. Қазір барлығын алып кетсекші. Өйстіп балалар жылып тастағаннан кейін ол оюды жабыстыруға келмейді. Сондықтан дұрыс жаңағы жабыспағаннан кейін ол орнынан жылжып кете береді. Сондықтан қиюда қиын болып жатыр екен, тігуде. Енді осындай кезде не істеуге болады? Бұндай кезде бізге көмекке әрине бірінші паутинка керек. Және де оны паутинканы осы жерге бекіту үшін бізге пергамент қағазы, пергамент. Мен көбінесе осы Фрикен-Бок деген фирманың аламын. Осы многоразовый да, жақсы шыдамды. Басқаларыныкін алуға да болады, бірақ та олар бір-екі рет қолданғаннан кейін тез іске жарамай қалады. Несі кетіп қалады, жылтыры бірдеңе бұларға жағылады ма, сондай ғой енді. Жағына сондай тез кетіп қалады да, қолдануға өте жабысып қала береді. Бұны сізге де көрсету үшін алып келдім қазір. Сосын тағы да бір вариант, мындай бізде оракл деп едік қой бұрын мектеп кезінде. Осындайды біз әріптерді қиып алып, осындай жабыстырып пайдаланатынбыз. Мынаны мысалы Каспидан заказ берсеңіздер, где-то бір 5 метрлігі 1500 теңгеден сондай ғана тұр осылар. Басқа жерден де алуға болады. Сонда самоклейка деп те атайды бұндайды. Қазір мысалы ашып көрсетейін. Бұны ашқан кезде де пайдаланатыны мынау астындағы қағазы. Негізгі қағазын басқа жерге пайдалануға болады. Мынау бізге керек емес, бізге керегі мынау астында тұрған қағазы. Мына жағын емес, мынау клей болып тұр ғой, мысалы мына жағы. Мына жағы клей болып тұр, осыны ұстап тұр, и отталкивать етіп жабыспай қалып тұр да, міне. Осы жағын пайдаланамыз. Алып тастайын, керек емес ол бізге. Мына жерде де әжептәуір бар екен. Жылтыры керек емес, бізге мынау астындағы қағазы керек. Қағазы болғанда да міне осы майланып тұрады, мына жағы осы майлы жағы керек. Мынандай матовый жағын қолданбайсыздар, тек қана майлы жағын қолданамыз. Енді сізге қазір қалай жабыстыратынын көрсетейін. Міне осы майлы жағын бетіне қаратамыз, осының үстіне оюымызды қоямыз. Жаңағы несі клей кетіп қалған оюды қоямыз да. Сосын мына жерге паутинка қоямыз оның үстінен. Керек размерде, өзіңізге қажетті размерде қойып алсаңыздар болады. Мен білмеймін енді. Мына жерде қазір мен былай жобамен ала салам. Не жоқ, қатып қалған. Мына жер кішкене асып кетсе де ештеңе етпейді. Міне қазір мына жерде асып тұр, жақыннан көрсетейін. Қазір көресіздер өз жабыстырған кезде қалай шығады. Енді осы қағазымызды бетіне жабамыз. Бетіне жабамыз да үтікпен, қызып тұрған үтік, мен қазір қыздырып қойдым мына үтікті. Осы үтікпен үстінен басамыз. Булаудың керегі жоқ. Бұл жібермейсіздер, өйткені қағаз ғой, одан бұл өтпейді. Бұл өзіңіздің бетіңізге қайтып келеді да, күйдіріп жіберуі мүмкін. Және де басқан кезде бір жерде мен қойдым ба, болды, орында тұр, үтікке қозғамаймыз. Бұл әбден еріді-ау деген кезде ғана қозғаймыз. Осылай ыстығын беріп, үтіктің асықпай клейді ерігенше күту керек. Жаңа паутинка жабысып қалу керек матамызға. Жабысып жатыр. Міне осылай.
асықпай осылай жабыстырып аламыз. Ашамыз міне. Ай, ыстық болып тұр. Кішкене суысын. Кішкене суысын күтейік. Суыған кезде жақсы алынады негізінде. Міне жағындағы жаңағы артық қалған нелер клейдің өзі міне. Мына жерге нетіліп қалды, бұл жиналып қалды. Осылай жинап алып тастай саласыздар астынан. Негізі суыған күтсеңіздер тіпті жақсы мен қазір. Тезірек сіздерге көрсетіп жүрейін деп аша беремін. Все, міне паутинкамыз уже бетіне бекітілді. Енді ол клей еріп өзі жабыса береді. Қазір басқа матаға жабыстырып та көрсетейінші сіздерге бірден. Астында тұрғаны ғой екінші қабат. Мынау жаңағы артық қалған клейлер бұл жерге өтек тимегеннен кейін дұрыстап нетпей қапты. Оларды осылай жұлып алып тастай салуға болады. Ештеңе етпейді. Тіпті осылай қайра салуға да болады. Міне осының үстіне өзінің. Көрдіңіздер ме? Міне мына жерде жаңағы өтік тиген жерлер артық клейлер осының үстіне жабысып қалды. Жиналып оңай алынады ше міне. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осындай қағазды бір алып қойсаңыздар, жақсы, өте ұзаққа жетеді. Пергаментте жақсы енді, бірақ та ол мынау сияқты көпке шыдамайды. Мынау прям қалың и майы да көп та бұның бір жақсы. Енді жаңағы оюларымызды мысалы бірден сізге жабыстырып көрсетейін. Мына жағы жаңа біз паутинкасы жоқ болған жақ, соны алып жабыстырамыз. Мына жерде мынандай сетка болып көрініп тұрған жоқ, өйткені бұл қазір ертіп жібердік та, уже міне еще міне бет-бет үссеңіздер, мына жерлер уже алына береді. Так. Бірден осы жерге жабыстырып кетейік. Так, енді міне қызып тұрған өтекте алдық, және де матаның өзіне басқан кезде үтіктің булап үтіктей берсеңіздер ыңғайлы, жақсы, тезі негізі буласаңыздар тез-тезден жабысады. Ал қағаз болғаннан кейін булауға кішкене ыңғайсызда, өйткені буды сіңірмегендіктен қағаз қайтадан өзіне қайтып келіп адамның қолыңызды күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан байқайсыздар енді қауіпсіздік шарасы ретінде. Так, міне енді қазір суысын кішкене. Ашқан кезде уже оюымыз жабысып шықты. Артын қия саламыз. Так, мына жақта тағы да қиып тастаймыз. Сонымен міне оюларымыз дайын. Осы егерде паутинкасы түсіп қалатын болса, осындай әдіспен қайтадан жабыстырып алсаңыздар болады. Осы жабысқаннан кейін енді оны тігу де оңайда, ешқайда қозғалмайды ою, орында тұрады. Оны шет-шеттерін зигзаг тігіспен бастырып тіккен кезде ешқайда жылжып кетпейді, жақсы, өте ыңғайлы. Сол қыздар, енді барлықтарыңызға іске сәт.